Айналып келгенде кейінен Бөкей ордасында төлеңгіт руына біріккен мамадайырлар мен қалмақ төлеңгіттерінің ұраны Алтай болған. Бұдан біз қалмақ төлеңгіттерінің қазақ арасында қалыптасуына арғын алтай аталықтардың шешуші рөл атқарғанын көреміз. Бұрындары бұл туралы сөз ету ешкімнің ойына келмеген болатын. Мұндай тұжырымға енді тарихшыларымыз да назарын аударуға тиіс. Бір жағынан төлеңгіттердің қазақ хандығының кедендік логистикалық халықаралық жобаларына жауапты болғандарын нақты тарихи тұжырымдарға айналдыру үшін Мамадайыр Мамашық әулетінің шежірелік әңгімелері мен географиялық қоныстану аумақтарында дереккөз ретінде назарларыңызға кеңінен ұсынуға тура келеді. Астрахан Кавказ саудасын бақылаған және басшылық құқықтарға ие болған Мамадайырдан бері қарай Көкен аталық ұрпағынан әйгілі Сүйіндік батыр, Бақы би, Қалыбай батыр болды. Бөкей ордасындағы төлеңгіттердің старшыны болған Жырын Көркембайұлы да осы аталық дәстүрін жалғастырды. Еділдің төменгі жағы, одан батысқа қарай ресейлік Астрахан Камызяк, қазақша Құмөзек ауданының Застенка ауылына түгелге жуық Мамадайырдың Бақы би ұрпақтары қоныстанған. Атырау өңірінің Құрманғазы ауданы, Ганюшкин ауылы, Каспий теңізінің солтүстік батыс жағалауында Алтай Мамадайыр атасынан тарайтын Анда, Алдасай, Теңізбай, Қырғызақ, Қалыбай, Сәдібек, Шеркешбай атадан тараған ұрпақтары тұрады. Сүйіндік пен Бақы биден бөкейлік төлеңгіттердің үлкен тобы тарайды. Басқа төлеңгіттер қауымнан олардың ең бір ерекшелігі өз аталарының атымен аталуы. Қазіргі кезеңде Атырау, Астрахан өңірлерінде осы аталықтың Теңізбай, Қалыбай, Сәдібек, Алдасай, Қырғызақ, Шеркешбай, Анда, Тұрымтай төлеңгіттері деген атпен белгілі бірнеше тобы бар. Кейбір басылымдарда оларды біріктіріп Сасықтау Қойқын төлеңгіттері, ал кейде Қарабай немесе Төре төлеңгіттері деп те атайды. Қолда бар шежіреге сәйкес батыс өңіріндегі төлеңгіттер қауымы Сүйіндіктің 4 ұрпағынан Бақы би, Көкебай, Қожай, Теңізбайдан таралатыны анықталып отыр. Бақы биден Шыбынтай, Нияз, Темір, Анда, Тәжік туады. Шыбынтайдан Қалыбай, Сәдібек, Нияздан Алдасай, Қырғызақ, Темірден Шеркешбай, Андадан Бердікке Бердіс, Тәжіктен дерек табылмады. Көп түйелі Көкебайдан Тұрымтай, Жәнібек, Қожайдан Тұрлы, Олжатай, Теңізбайдан Қалдаман, Сандыбай, Мелдебек әулеттері өсіп өнеді. Ал енді батыс Қазақстандағы төлеңгіттің атақты би Жақсымбеттің арғы аталары Кекіл мен Жаңғақ деген екі ағайынды жігіт арғын руынан екен. 1801 жылы Бөкей сұлтан арғынға қоныс аударғанда бірге келген ең сенімді адамдары болыпты. Бөкей сұлтан ағайындылардың үлкені Кекілге жер жанаты ұялына сыйлағанда інісі Жаңғақты құнарлы құтты мекен Ашөзек бойына қоныстандырған екен. Содан олар ұялы төлеңгіттері деп аталып кеткен. Ел ішінде сақталған тағы бір әңгімеде арғынның Мөңке биі өзінің екі інісі Кекіл мен Жаңғақты Бөкей сұлтаннан қайтарып алмақ болады. Мөңкенің қолына төрелер күміс құманмен су құйып, қасына ере жүріп дәретін алдырып, әлденеше уақыт бойы құдайдай сыйлап, құрмет көрсетеді. Бірақ Бөкей сұлтанның өтінішін жерге тастай алмай, екі інісін қалдырған екен. Елге атанарда Мөңке қабырғасы қақырай отырып, ұзын сүрең жыр толғайды, күй шығарады. Шежіреші Тихон Әліпқали Мөңкенің күйі деген күйді дүниеден өткен Казталовкалық айтулы өнер саңлағы Сағит Садықовтың орындауында талай тыңдадым дейді. Ал Мөңкенің жырын тұтасымен Қожай ғана біледі. Бір қызығы Мөңке бидің өзі арқадан шығып, Еділ жайық бойындағы тумаларын іздеп барған болса, Мөңкенің ұрпағы Қаңтарбайдың ұлы Иса да Тоғызақ баларын іздеп Ташкентке дейін барғаны, Шұбартаудан Мамадайыр мен Мамашық баларын тауып алғаны әлі күнге дейін қариялар арасында айтылады.